серуенге шыққанда жер өңдеп жүрген егіншіні кездестірер еді. Тырбаңдап еңбек етіп жатқан қарапайым адам патшаның көңілінен шығып, онымен сөйлесуге ықылас алады. Бірнеше сауалдан кейін патша егістіктің бұл адамдық емес екенін түсінеді. Осыған қанша ақша аласың? Бұл ақша қанатты адамға түкте болады. Мен ақшамды үшке бөлемін. Bir bölігін өмір сүремін. Екінші бөлігін қазымды өтеймін. Үш бөлігін қолымды жинаймын. Білмедім. Ақшамның бір бөлігін қазымды қайтарам дегенім Қытай бала кезінде үлкен қамқорлық көрсеткен әке-шешем ғой. Bir bölігін соларға беремін. Bir bölігін балаларымның біліміне төлеймін. Ол аяқ-қолымда олар маған көмектеседі деп үміттенемін. Қалған ақшамды өзімнің жұмсағыма жұмсаймын. Түсінікті болды. Болады. Ол намысты шаруаның балаларының біліміне төлейтін ақшаны өз мойнына алады. Балалары да ер жеткен соң ата-анасына, халқына да қолдау көрсететін азамат болып өседі.